Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, ана тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде 27-ші сабақ тасымал тақырыбы. Балалар, біз бұған дейін тасымал деген не екенін өткенбіз. Есімізге түсіріп көрейік. Тасымал деген не еді? Дұрыс айтасыңдар. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп, келесі жолға тасымалданып жазылатын, е? Олай болса, оқулығымыздың 40-шы бетін ашып, бірінші жаттығуға назар аударайық. Бірге өлеңді мәнерлеп оқиық. Кейін өзің қайталап оқып, өлеңді жаттап ал. Бота. Айналайын ботам, қандай күлте жотаң. Табандарың жалпақ, теріп жейсің жантақ. Иіліп тұр мойының, қанбайды екен ойының. Тостағандай көзің, әдемісің өзің. Абдрахман Асылбек. Балалар, бота деген қандай жануар? Я, түйенің төлі екен, е? Ал түйенің қандай пайдасы бар? Әрине, түйенің өте көп пайдасы бар адамға. Мінсек көлік, ішсек шұбатын ішеміз, жесек етін жейміз, е? Түйе 4 түлік малдың бірі. Балалар, өлеңде кездесетін бота, табан деген сөздерді тасымалдап көрейікші. Қалай тасымалдауға болады? Дұрыс. Бота, табан деп тасымалдауға болады екен. Екінші жаттығуға қарай ғой. Берілген сөйлемді жұмыс дәптеріміздің 28-ші бетіндегі арнайы орынға көшіріп жазамыз. Түйе 4 түліктің бірі. Ол шөлге төзімді. Жазу барысында жол сызықтарын сақтап, жоғарғы және төменгі сызықтарына тигізіп, көркем етіп жазамыз. Балалар, осы сөйлемдердің ішінде тасымалдауға болмайтын сөздер бар ма? Тауып көрейікші. Дұрыс. 4. Ол сөздері тасымалданбайды екен. Есіңде сақта. Бір буынды сөздерді және алғашқы буыны тек қана бір дыбыстан тұратын 2 буынды сөздерді тасымалдауға болмайды. Мысал үшін, бір буынды сөздер от, ат, ит, сүт, шаш, тағы да басқа, е? 2 буынды, бірақ та бірінші буынында тек бір дыбыстан тұратын сөздерді де тасымалдауға болмайды. Мысалы, ақын, орақ, іні, ана, ата, әже, әке. Яғни, балалар, жолдың соңына бір ғана әріпті қалтырып тасымалдауға болмайды екен. Иә, жоқ, ойынын ойнайық. Егер сөзді тасымалдауға болса, иә дейміз. Егер тасымалдауға болмаса, жоқ дейміз. Ата, бота, ақын, құлын, іні, ауа, жент, мөлдір, әже, алма, өрік, от, сүт, тамаша.
Дәптермен жұмыс. Жұмыс дәптеріміздің 28-ші бетіндегі көркем жазуға берілген У әрпінің бас және кіші әрпін көркем етіп жазамыз. Оқулығымыздағы екінші жаттығуды арнайы орынға көшіріп жазамыз және шығармашылық тапсырманы орындаймыз. Ана тілі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.